Достар, мен сіздерге керемет бір ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Өте пайдалы ақпарат. Бұны көрмес бұрын бірінші маған подписаться етіп қойыңыздар каналға, лайк, осындай видеолардан өткізіп алмас үшін, иә. Енді қараңыздар, договор купли-продажа жасайсыздар, яғни сату келісім-шарт жасайсыздар. Үй сатып аласыздар да, мысалы үшін. Кез келген оны ипотекаға аласыңдар ма, әлде заманчик сатып аласыздар ма, разница ешқандай разницасы жоқ. Сол кезде сізде сол келісім шартты тіркеуден өткізу үшін нотариусте Каспий арқылы сіздер госпошлина төлейсіздер. Мінекей, мынандай госпошлина төлеген кезде сол госпошлинаның несін алсаңыздар, мысалы мына ускоренияға төледі 5742 теңге. Ал енді жай ол 1001 теңге ғана төленеді. Сол кезде мұнда номер тұрады 03 012 13 деген. Осы номер. Ол номер не үшін керек? Қазір мен сіздерге айтып беремін. Регистрацияға жібергеннен кейін, сіз ақшасы төледіңіз, регистрацияға жібергеннен кейін, тіркеуге жібергеннен кейін, ускоренный болса бір 2 сағаттың көлемінде, ал жай обычный болатын болса 1,5 күннің ішінде, 1,5 күннің ішінде сізге SMS келеді. Сіздің үй алдыңыз құтты болсын деген SMS келеді. Сол SMS келген кезде сіз сол үй сіздің атыңызға тіркелді деген қағазды қалай аламыз? Оны уведомление о госрегистрации дейді. Ол үшін компьютерге кіресіздер, қараңыздар достар. enis деген .kz деген портал бар, enis.kz. Яғни оның толық расшифровкасы единая нотариальная информационная система деген. Оған ешқандай логин, пароль ештеңесі керек жоқ, просто аласыздар да кіре саласыздар. Кіргеннен кейін мынандай бірінші бет шығады. Осы бірінші беттің ішінде ең біріншісі мына жерде сервис дегенге кіресіздер. Мінекей, қазір мен сіздерге көрсетейін. Сервиске кіресіздер. Сервиске кірген кезде мында проверка заявки на регистрацию недвижимости деген сөз тұрады. Соны басасыздар. Соны басқаннан кейін жаңағы номерді 03 16 13 деген номеріңіз бар ғой жаңағы. Міне, мына номерді толық жазасыздар. Сосын мұнда тұрған картинкадағы әріптерді белгілеу керек болады. Мысалы үшін DSZ дейме? Міне, все, получить статус. Енді қараңыздар, міне алған кезде қай нотариустен болғаны, кімнің атына шыққаны, ат жөндеріңіз көрініп тұрады. Мына жерде статус исполнен деп тұр. Şu исполнен деп тұратын болса, болды, значит, осы дайын. Скачать уведомление дегенге мінекей. Все, мына кісінің өзі атына үй шықты деген сөз. Сіздің осындай алып алсаңыз, уведомление о госрегистрации. Келісімшарт жасалғаннан кейін толық сіздің атыңызға үй шықты деген сөз, достар. Мінекей осында бұл пайдалы ақпарат болды деймін. Осы қағазға бола нотариуске барасыздар, нотариуске өтініш айтып, звондайсыздар, сұрай бересіздер. Оданша өздеріңіз алай берулеріңізге де болады. Нотариуске ешқандай жүгінбей ақ қойсаңыздар болады. Осындай пайдалы постар жібере алмау үшін менің каналыма міндетті түрде жазып қойыңыздар. Берекелі ереке YouTube каналым, Instagram парақшам бар, берекелі ереке деген TikTok каналында бар. Барлық бүкіл әлеуметтік желіге жазып қойыңыздар. Пайдалы ақпараттар өте көп болады. Амандықпен жақсылыққа келсек, берекелі ереке, ерекең барда, ерекең бар.